بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bugün sabahımızdan burun keşe aytılgan sözdün bir qo'shimchasini aytib o'tsak inshaalloh maqsadga shay bo'ladi. Keşe sol nasihat babı to'g'ri so'ylagan vaqtimizda birovlarning sol nasihat etaman deb takfiriylar bilan havarijlerdi bärligin salafiylar bilan qo'shib bir top qilib жатқан adamlar туралы azg'inтай so'z aytib o'tdi. Сол жерде birovlar sözümüzden qate tushunib qolup mümkün deb o'ylagandan екі ауыз сөз qo'shib qo'yayын dedim. Keşe ishara qilganimizda осы vaqtdagi eng takfirдің басында, қан төгудің басында тұрған Усама бин Ладен, оның семьясы қаншалық дәрежеде екені туралы айттық. Кейбіреулер осы жерде айтылған сөзден алып, сонда олар семьялары сопылыққа жақын адамдар болған болса, сонда Бин Ладен солай бола ма, солай деп жатсын ба деген сөз келуі мүмкін. Мен ол сөзді Бин Ладен софы болғандығы мақсатта айтқан жоқпын. Бәлкім ол жерде айтылған мақсат ол сөздің аржағынан иншаллах түсінеді деген үміттемін. Ол сөзден мақсат Бин Ладеннің тәрбиесі діни азықалануы десек, егер қате болмаса, ол сәләфи болмаған екенін айтпақшы болған еді. Түсінікті ме? Бір адамның тегі әкесі немесе шешесі немесе туған туысқандары бір дінде кемшілігі болғандығы оның айып емес. Оны айыптап жатқан жоқпыз. Айтайын деп жатқаным бағанағы. Ол сол үйінде алған тәрбиесінен басқа артықша несі жоқ, оның тәрбиесі жоқ. Кімдер жағынан тәрбиесі жоқ? Әхлі илм, ғалымдар жағынан алған тәрбиесі жоқ. Сол үшін құс үйінде көргенін істейді дейді. Үйінде көрген, көшеде көрген, анадан кірген шыққан біреулерден жинап алған ойы, пікірі, сенімі соның артынан келіп шыққан адам ол. Ешқандай бір сәләфи ғалымдарға қатысы жоқ. Сол үшін айтылып жатқан әңгіме. Екінші жағынан дәлел құжатпенен сопыларға жақындығы да бар. Қалай ол десе, бұл басқа бір бұзық қағиданың артынан келетін нәрсе. Басқа бір бұзық қағиданың артынан келетін нәрсе. Ол қағида Ихуан Муслимин жамағаты қойған қағида. Онда олар айтады, біз өз арамызда, яғни жалпы мұсылманда, өз арамызда келісілген мәселелерде бір болып жүре берейік. Келісілген мәселелерде бір болып жүре берейік. Келісе алмай қалған мәселелерді бір-бірімізді не қылмайық, қате деп айтпайық. Аллах Раббымыз бір, Құран кітабымыз бір, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз бір, соның өзі бізге жеткілікті. Қалған кейбір келіспеушілік мәселелерді тіпті ақидада болса, ол бағанағы адамдар айтатын қол көтеру, әмин деп айту, оларды айтып жатқан жоқ. Түсінікті ме? Жалпы ақида мәселелерінде келіспеушілікке барған уақытта мынау сопы, мынау ашари, мынау матуриди немесе мынау тіпті шииттер, кеше айттық оны. Ихуан муслиминдер шииттерді, рафидилерді, Құранды өзгертілген деген адамдарды, Абу Бакр мен Омарды боқтайтын адамдардың мазхабын 4 мазхабқа қосып 5-ші мазхаб, Джафари мазхабы деп айтады. Ханафи мазхабы, Малики мазхабы, Шафии мазхабы, Хамбали мазхабы және
Жафари мазхабы дейді. Оларға тиісу мүмкін емес. Барлығымыз бір болып кәпірлердің қайбірлеріне, атеистерге, тіпті христиандар, яһудилермен де бір болып тұрып, атеистерге қарсы соғысамыз дегендей, соларға қарсы боламыз деген ойды көтеріп шыққан қауым олар. Түсінікті ме? Содан білуіміз керек болған нәрсе, бұл қағида көптеген жамағаттарға жүрген, өзі соны қағиданы өздеріне негіздеп білмесе де амалдарынан сол көрініп келеді. Өздерінің араларында болған хилаф бар, жеткілікті, бірақ мақсаттары бір жерде. Ол не? Билікке жету, өкіметті құлату, солай ма? Күрсіға, осы елбасылық деген мансапқа жетіп, елді алып, өздерінше шарғи заңменен өкім шығарамыз деген мақсатқа жету үшін жолдағы бүткіл келіспеушіліктердің бәрін тастау керек дейді. Бүткіл келіспеушіліктерді не? Тастау керек дейді. Содан бір-бірлеріндегі болатын күфри амалдар, ширки амалдар, бидаттар, олардың біреуін айтпайды. Себебі мақсаттары не? Бір. Содан Бин Ладенде барып, Ауғанстанда қосылған жамағаты, олар талибандар, талиптар. Білет шығарсыңдар ол жамағатты. Қазірге шейін бар олар. Қазірге шейін жерде фитна қылып жүрген адамдар. Бір Пакистанда, бір Ауғанстанда. Олар кімдер олар? Талиптар. Бүткіл такфирді істеп жатқан, жарылысты істеп жатқан, мұсылмандардың қанын төгіп жатқан кімдер олар? Олар да сәләфилер деп айтады шығар біреуі. Олар Ханафи мазхабында болған адамдар. Дейбанди тариқасында болған адамдар. Мулла Умар деген бастығы, халифасы олардың, Амирул Муъминин. Ол сопы. Бин Ладен сол адамға байат берген. Қазір Абу Бакр ал-Бағдади деп естіп жатсыңдар сендер. Дұрыс па? Абу Бакр ал-Бағдади бұл Сириядағы халифа. Өзіні халифа деп айтты. Сол уақытта 2000 жылдың жан-жақтарында, мүмкін кейбіреулерің білет шығар о нәрсені, кейбіреулерің мүмкін білмейді шығар. Сол уақытта болар Ауғанстанда халифалық ашқан. Оның бастығы, халифасы Амирул Муъминин Мулла Умар болған. Ол Қубури ол. Сопы. Соларға барып қосылған. Осы жерде де Бин Ладен барып қосылғандығы үшін, сопы болғандығы үшін емес, бірақ бағанағы заң дұрыс болғандығы үшін оларға. Мақсаты бір. Ол сол Ауғанстанды алу, сол жерге билік қылу, сол жерден ислам дауатын бастау. Мүлдем Наби саллаллаху алейхи ва салламның дауатына қарсы. Наби саллаллаху алейхи ва салламның дауаты адамдарға имандылықты үйретуменен, таухидті үйретумен, ең бірінші адамдардың ақысы емес, Аллахтың ақысын үйретумен басталған. Болар немен бастайды? Адамдардың ақысымен бастайды. Себебі адамдарды жан-жағына жинау үшін қай тақырыпты қозғау керек? Адамдардың ақысы деген тақырыпты қозғау керек. Сенің айлығың қанша? Дұрыс беріп жатыр ма, жоқ па? Неге мынандай нәрселер қымбат? Неге саған зұлымдық қылып жатыр? Неге ақыңды дұрыс бермей жатыр? Неге бізде өзімізде нефт шығады да бірақ бензин қымбат? Немесе соған ұқсаған тақырыптарды қозғап, неге бұл билік иелерін, банктағы өзінің шөтін қара, баласының шөтін қара, қызының шөтін қара, әйтеуір айландырып келіп, мақсат халықтағы хақтар дұрыс берілмей жатқан тақырыбын көтереді. Ол уақытта адамдар кіммен болады? Өзіне мейірімді болып жатқан адамдар. Кімдер олар мейірімді болып жатқан адамдар? Сол қасқырлар. Түсінікті ме? Бұндай адамдарды ғалымдар айтқандай, бұл бидат иелерін ғалымдар бірнеше реттен айттық. Алданып қалмау үшін адамдар бұларды крокодилға ұқсатады адамдар, ғалымдар. Судан шығып, аң аулайын деп тұрған, көзінен жас ағып тұрған көрінісінде мейірімді крокодилға ұқсатады. Крокодил судан шығып келе жатқан уақытында қарасаң, көзінен жас ағып тұрады, осылай. Су ғой ол. Біреу көрсе оны жылап жатыр деп ойлайды. А негізінде ол жейін деп тұр. Аулайын деп тұр бағанағын. Осындай суретте мейірімділікпен көріп келеді. Сендердің ақтарың. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның дауаты кімнің ақысымен басталған? Аллахтың ақысымен басталған. Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне құлшылық ету,
ақысымен басталған. Соменен адамдар дұрыстықты біліп қабылдайды, болмаса тастайды. Amma мына дағуатқа мұсылманыңға кіреді, фасығыңда кіреді, фажырыңда кіреді, бидатшыңда кіреді, оған кәпірде кіріп кетеді оған. Сол үшін ихуандардың тариқасында өздерінің жамағатына христиандарды да қосып алу мүмкін, дауысты көбейту үшін. Не дейді? Парламентта дауыс алу үшін, сонымен сайлауда жеңіп шығу үшін. Түсінікті ме? Тіпті христиандар да кіруі мүмкін. Себебі мақсат Аллахтың ақысын үйрету емес, адамдардың ақысын есіне қойып, соменен жан-жағына адам жинап, соменен жеңіске жету. Түсінікті ме? Міне ол Бин Ладен барып қосылған адамдар қай мазхабта, қай итиқадта ең жуас жамағаттар елдерде айтылып жүретін сопылар. Солар бол. Сонша жылға шейін Бин Ладенді қолдап, Бин Ладен оларды қолдап, бүткіл мұсылмандардың жастарын ақымақ қылып келген адамдар болады. Қазір шығып тұрған Абу Бакр ал-Бағдадидің де кім екені анық емес. Кім ол өзі? Патша болу үшін анық адам болу керек. Солай ма жоқ па? Ол адам кім? Ешкім білмейді. Кім қойды оны? Қай жамағат? Ол жамағаттың адресі қайда? Кімдер олар бәрі істеп жатқан адамдар? Өзінің анық тұрған мұсылман елбасын тастап, өзінің жері бар, елі бар, орталығы бар жерді тастап, қаяқтағы бір орманға барып, орманның заңымен жүрген адамдарға қосылып, айуан болып жатқан адамдар. Жай арраққа өт. Сол Ауғанстанның аррағына өт. Ауғанстанның өзі, бірақ Өзбекстанның шекарасына өт. Сол жаққа өтетін болсаң, Ауғанстанның іші олда. Ол жерде мынау Бин Ладеннің қолында түрлі араб немесе арабтан басқалар жиналған жерді көретін болсаң, ана таулардың бір шетінде бүткіл Орта Азияның адамдары жиналған жамағат бар еді. Қазір олардың бастықтары өліп кетіп, анық адрестері көрінбей қалды. 91-92 жылдары Өзбекстанда фитна қылған, мүмкін кейбіреулерің білетін шығарсыздар, Тахир Йолдаш деген Өзбекстанның азаматы. Сол Өзбекстанда Өзбекстанның елбасысын қорлап, тіземен отырғызып, өзінше бірнекеге ие болдым деп ойлайды. Бірақ оның артында қанша мұсылмандар қазіргі күнге шейін қырылып жатыр. Азапталып жатыр. Міне бұл такфирилер, хауариждердің еккен егіндері, оның артында келіп тұрған жемістері. Ол өзі не істеді? Өзі жай қашып қалды. Жай шығып кетті. Тәжікстанға шығып, Тәжікстаннан тауға шығып кетіп, сол жерде адамдарды жинап, бүткіл Орта Азияда жихадты талап еткен халықтың ақысын адамдарға қайтарып беретін өкіметтерден зұлымдық шеккен адамдардың барлығын жинады жалауының астына. Бірақ адамдардың барлығын Ханафи мазхабыменен намаз оқуға бұйырды. Себебі ол Ханафи еді ол. Ханафи мазхабымен намаз оқуға бұйырды. Ханафи мазхабымен шектелуге, себебі ол жерде қол көтерсең, амин десең, фитна болады деді. Біз біледі оның сүндет екенін. Бірақ мақсат бір болу үшін, мақсат жүзеге асқанға шейін арамыздағы хилафқа не қылмаймыз деді. Бармаймыз. Бәріміз Ханафи мазхабында болып, егер видеода көрсеңдер, намаз оқиды олар Ауғанстанда. Тауларда намаз оқиды Ханафи мазхабымен, өзі де жамағаты да. Видеолары бар, оны еш жасыратын жер емес, жасыратын нәрсе емес. Мен оны бір ешкім көрмейтін, білмейтін нәрсені бір жариялап тұрған жоқпын, немесе жасырын нәрсені айтып жатқан жоқ. Ол мәлім нәрсе. Бүткіл Орта Азияның халқы, олар әдетте қай мазхабта? Ханафи мазхабында. Бол сол мазхабты қолдап істеген. Бұл сөзден айтып жатқан жоқпыз. Ханафилерде проблема деп. Ардайым айтатын мәселеміз, мазхабтың такфирға ешқандай қатысы жоқ. Фитнаның мазхабқа қатысы жоқ демексіміз. Такфири ол Ханафиде болуы мүмкін, Шафиде болуы мүмкін, Хамбалиде болуы мүмкін, Маликиде болуы мүмкін. Түсінікті ме? Мазхабтың бұндай фитналарға қатысы жоқ. Сол үшін кімде-кім сол
кім қол көтерсе, немесе әмин десе, немесе соған ұқсаған нәрселер Ханафи мазхабынан шығатын болса, такфири болады десе, міне такфирилер. Міне такфирилер. Тағы Юлдаш кім ол? Бүткіл Өзбекстанды шырылдатқан, қанша өзбек солдаттарды өлтірген, басқа қылған, қанша жарылыстарды ұйымдастырған басқа кім солар? Ханафи. Талибандар кімдер? Олар ханафилер. Сөйтіп тұрып ханафилерді қараласақ бола ма? Жоқ. Біз өзіміз, енді біз демей қойсақ, мен өзім дінді ханафи мазхабы бойынша білгенмін. Фиқхты ханафи мазхабымен үйренген. Қазірге шейін ханафи мазхабының дәлелдерін үйреніп, жағдай барынша білім үйренуге әрекет қыламыз. О нәрсе анық нәрсе. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Жоққа шығарған адам ақымақ ол. Себебі күнді етекпен тосқан ол надан ол. Мазхабтың айыммалары, ғалымдары, мазхабты негіздеушілер бұл такфирилерден бәк. Ол Абу Ханифа болсын, Шафии болсын, Хамбали болсын, бірақ ерушілерінде осындай не такфири жақа, немесе Ашари жақа, немесе Матуриди жақа, немесе Муътазилар, немесе Жахмиттер жақа кетіп қалған адамдар бар, бірақ адамдарды өзіне қарату үшін мазхабты қолдану мүмкін. Мысалы, ихуандар, әрдайым айтамыз, ихуандардың мазхабы жоқ. Мазхабы сүннет емес ол. Сәләфилер істейтін, дәлелге қарап жүретін жоқ. Олар хамелеон олар. Қай жаққа барса сол мазхаб керек. Біздің елге барса ханафи болады. Мынаяққа келсе хамбали болып болады. Жазайырға барса малики болып болады. Мысырға барса шафии болып болады осылай. Таблиғта туры солай. Таблиғині мазхабшысыны көргенсің ба? Жоқ, олар мазхабта жүрмейді олар. Олардың мазхабы елінің мазхабы. Қай жерге барса, дұрыс па қате ма соны істей береді олар. Неге? Адамдарды өзіне қарату үшін. Дұрыс қатеден айырып, мынау ширк екен, мынау бидат екен, мынау дұрыс екен, мынау дұрыс емес екен деп айырып біліп, дәлел мен құжатпен айтатын ол сәләфилер ғана. Құран сүндетке ереген сахабалар және табииндерге ереген және 4 имамның артынан ықыласпенен ереген адамдар солар негізінде. Бірақ адамдар айтқандай, қазіргі күнде, ғалымдар айтқандай, қазіргі күнде кім жақсылық, кім жамандық болып жатқанын білімсіз адамдардың сөздерінен адамдар біліп жатыр. Сол үшін бұл жамағаттар барлығы насихат бабында біреу қапа бола ма, біреу ашулана ма, біреу риза бола ма. Кеше Шейх Абдулла Бухари айтқандай, патшалардың ақсы оларға қарсы шықпау, бұл такфирдің жамандығы, хауариждер дұрыс емес екені, болардың барлығын сәләфилерді өкімет қолдаса да, қолдамаса да оны диянатан Аллахқа, иман бабынан, пайғамбарға еру бабынан, шариғаттың шындығы соны талап еткендігі үшін әхлі сүнна айтады оны. Болды. Сенің еліңде, сенің айтқан сөзіңді билік қолдады, қолдамады. Бүгін қолдап тұрса, билік жақсы. Қолдамаса, билікті жаман деп айтуға ақың жоқ сенің. Бұл мұнафықтық бол. Патшаға қарсы шығу, мұсылмандардың қанын төгу, бұл арам. Сені патша разы қылса да, сені ашуландырса да. Сені патша разы қылса да, өкімет иелері, билік иелері сені разы қылып көтеріп тұрса да, сені қорлап, ар жағындағы жаман қорлыққа жолықтырса да, сен тек қана оларға дуа қылуың керек. Болды. Имам Ахмад рахимахуллахтар қылған сияқты. Ол кісі 3 халифаның уақытында азапталды, қорланды. Ғалымдар жиналып имам Ахмад рахимахуллахқа мына патшаның зұлымдығы асып кетті, адамдарды күфірға мәжбүрлеп жатыр. Құранды жаратылған деп айтыңдар, күфір болды. Аллахтың сөзі емес, бұл жаратылған мақлуқ деп айтыңдар деп мәжбүрлеп жатыр патша десе, имам Ахмад рахимахуллах ол тәуил қылып жатыр, қарсы шықпаңдар дейді. Оның артында момындардың қан төгу бар. Өзінің жанын ештеңке санап атқан жоқ. Өзінің абыройын ештеңке деп санап атқан жоқ. Мұсылмандардың қаны үшін өзінің жанын беріп жатыр. Сүннет иесі осылай болады. Себебі ол біледі, патшаға дұрыс хабар жетіп жатқан жоқ. Қате хабар жетіп жатыр. Имам Ахмад рахимахуллахтың жан-жағына жиналып алған адамдар муътазилалар болды. Бидат иелері болды. Солар осы нәрсені дұрыс қылып көрсетуге әрекет қылған. Олардың әдетте патшалардың діннен көп хабары болмайды. Олардың осы жақтан болып тұрған кемшіліктерінен олар пайдаланады.
Содан кейін дұрысты қате, қатені дұрыс қылып көрсетіп береді. Дінге болған азғантай ықылас, елдің тыныштығы, амандығын ойлап тұрған патша солардың сөзін не қылып кетуі мүмкін? Қолдап, қуаттап кетуі мүмкін. Ол ижтихад қылады, ол патша. Ол не қылады? Ижтихад қылады, ол патша. Ижтихад қылып дұрыс тапса, Аллах субханаху ва тағала оған 2 ажыр береді. Қателессе 1 ажыр береді. Түсінікті ма? А сен оған қарсы келуге ақың жоқ. Себебі сен не күнәлі боласың, не сауап табасың. Себебі сен ижтихад қылуға ақың жоқ. Себебі сен білесің дұрыстық не екенін, шариғат не екенін, Аллах субханаху ва тағала нені парыз қылған екенін, пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам саған не парыз қылған екенін білесің. Сен мынау қиянатшы, такфирилер, хауариждер сияқты болмауың керек болады. Оларда бір келісім деген нәрсе жоқ. Оларда бір вафадарлық деген, елдің ақысы, мұсылмандардың ақысы деген нәрсе жоқ. Бүгін тура келсе, ертең саған қарсы қару көтере береді олар. Сол үшін Ихуан Муслимин жамағаты өздері патша қойды Жамал Абдул Насырды уақытында. Айтқан сөздеріне сай келмеген, айтқандарына сай келмегенді үшін өздері қойған патшаға өздері қарсы келді сосын. Сосын ол адам ихуандарды өзі азаптады. Бұның басында тұрған сол Сайд Құтбтар басқалар. Сол үшін біз кейбір уақыттарда осындай бір сен ақиқатты біліп тұрсың, көріп тұрсың, оған амал қылып тұрсың, содан кейін адамдар саған рахмет демесе, шүкір қылмаса, сен ол ақиқатты тастама. Ол шындықты тастама. Патшаға қарсы, осындай патшаға қарсы келмесек, осындай билікке қарсы келмесек, не істейміз сонда? Не жақсылық таптық? Осыларға мойынсынып деп жүрме. Себебі сен олардан рахмет күту үшін істеп жатқан жоқсың бұны. Дұрыс па? Кім рахмет күтіп жатыр? Кім ойлады, егер патшаның ақысын беретін болсаң, әсел жалап, бауыз бақшада жүресің деп? Кім айтты саған? Біреу уәде берді ма? Қай бір ғалым саған уәде берді? Қай бір білім иесі саған уәде берді? Егер осылай жүретін болсаң, бәрі жақсы болады деп. Ешкім уәде бермеген. Наби саллаллаху алейхи ва саллам Байатул Ақабада ансарлармен байат беріп келісіп жатқан уақытында Наби саллаллаху алейхи ва саллам, сендер мені өздеріңді және малдарыңды, жанұя бала-шағаңды қорғаған нәрседен мені де қорғайсыңдар ма деді. Сахабалар иә деді, ансарлар. Егер сіздің айтқаныңызды орындасақ, бізге не болады деді. Наби саллаллаху алейхи ва саллам, сендерге жаннат болады деді. Болды. Дүниеден ешбір нәрсеге уәде берген жоқ. Сол үшін әхлі сүнна ешқандай бір дүниенің көгін немесе оның сарысын уәде бермейді. Көгі, сарысы бұл алтын мен күміс. Немесе биліктің тәттілігі. Сәләфилерде ондай нәрсе жоқ, әхлі сүннада ондай нәрсе жоқ. Уақыты келсе, ел өзі таңдап қояды. Ішімізден шыққан дұрыс адамды, егер біз дұрыс болсақ. Егер біз дұрыс болмасақ, ішімізден дұрыс адам шықпайды, бауырлар. Неше реттен алып тастап, көтеріліс жасап, өзгерткеніңменен сен өзің дұрыс болмасаң, сенің ішіңнен қашан дұрыс адам шығады, айтшы? Қашан дұрыс адам шығады? Ел өзі бұзық болатын болса, елдің арасында ол бұзық елдің қалай қашан дұрыс адам шығып, оған билік қылады? Сол үшін сәләф айтады: "Кама такуну ювалла алейкум." Сендер қандай болсаңдар, биліктеріңде сондай болады. Билік дұрыс болу үшін біз дұрыс дінге қайтауымыз керек. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, сендерге қорлық билік қылады. Мұсылмандар бізді айтып жатыр. Ол қорлықты Аллах көтереді қашан? Діндеріңе дұрыс қайтатын болсаңдар. Дінге дұрыс қайтудың ең біріншісі әлемдердің Раббісі болған Аллахтың ақысын бірінші орындап білуіміз керек. Ол Аллахтың таухиды. Аллахтың ақысы дұрыс орындалмаған жерде кімнің ақысы сақталуы мүмкін? Айтыңдаршы. Кімнің ақысы үміттеледі? Аллахтың ақысы берілмей жатыр о жерде. Бізді жерде жаратылғаннан мақсат сол ақты орындау. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мен адамдар мен жындарды өзіме ғана, жындар мен адамдарды өзіме ғана құлшылық етуге жараттым деп жатыр. Ол мақсат орындалып жатқан жоқ. Қай бір қадамда көрсең, қабір, мешіттің ішіне қабір кіріп бара жатыр. Қабірдің үстіне мешіт салынып жатыр. Күнде бір жаңа әулие
кереметімен шығып келеді. Адамдар содан бала сұрап жатыр, таваф қылып жатыр, рызық сұрап жатыр, бақыт сұрап жатыр. Оны көріп жатқан адамның өзі ашығар, біліп тұрған адамдардың өзі қайтармайды. Біледі қанша білім иелері, дін иелері, шариғат білген, имам болсын, басқа болсын, біледі көбі осы ширк екенін, бұл дұрыс емес екенін. Халықтың сөзі, елдің сөзі, пәлен ұрудың атасынан пәлен әулие шыққан, оны адамдар құлшылық етеді. Қорқады соны, сол елге мына аталарыңның жанына барып құлшылық етпеңдер деп айтуға қорқады. Себебі ел қарсы келеді оған. Айта алмайды, мынау ширк, мынау атаның алдына. Мейлі ата қандай жақсы адам өткен болса, Аллах жақсылығын көбейтсін. Артынан дуа қыл, Аллах субханаху ва тағала кітабын қияметте оң қолынан берсін. Таразысын жақсылығын көбейтсін. Біз дуа қыламыз жақсылықты өткен адам болса. Бірақ ол жақсылықты өтті деген оған құлшылық ет деген емес қой. Біз пайғамбарға құлшылық етуден қайтарылғанбыз. Наби саллаллаху алейхи ва саллам өзіне сәжде қылудан қайтарған. Кейін қаяқтағы біреулерге сәжде қыласың ба, одан сұрайсың ба? Қай жерде бір сахаби келіп Расулуллах адам баласының ішіндегі сәйідінен жәрдем сұраған екен? Дүние ақыреттің жақсылығын сұраған екен? Сұрамаған. Себебі Расулуллах өзі Құранда Аллах үйреткендей айтып қойған: "Құл ла амлику лакум дарра ва ла рашада." Оларға айт, мен сендерге ешқандай бір жақсылыққа да, ешқандай бір жамандық зиянға да ие емеспін, мен сендерге ештеңе істеп бере алмаймын деді. Аллах айтып қойды: "Иннама анта назир", сен тек қана бар болса ескертуші ғанасың. Болды. Аллах өзі ар жағын кім қалағанын хидаят қылып, қалағанын адастырады. Сол үшін де бізге жақсылық керек пе? Ең бірінші жақсылықтың басынан бастау керек. Үйге есіктен кіру керек, терезеден емес. Ол ардайым Аллах субханаху ва тағаланың ақысы. Одан кейінгі тұратын нәрсе, бәлкім соменен жан-бажан тұратын нәрсе, ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның ақысы. Біз ислам деп айтамыз да, бірақ исламның басында тұрған ашхаду алла илаха иллаллаху ва анна Мухаммаду расулуллах деген сөздің ақысын орындамайды екенбіз, ол исламымыз дұрыс болмайды. Себебі исламның негізі осы екі ақ. Исламның негізі, негіз бұзық болатын болса, қалғанын не пайдасы болады, айтшы? Дүниеви жағдайда да оның пайдасы болмайды. Қалай ұхрауи ақыреттің мәселесіне қатысты орында. Сол мақсатта айтылып қойған сөз бол. Wallahu a'lam.